Bir күні bir заңгер өз құдығын мұғалімге сатады. 2 күннен кейін заңгер мұғалімге келіп: «Мырза, мен сізге құдықты саттым, бірақ ішіндегі суды сатқан жоқпын. Егер суды пайдаланғыңыз келсе, ақысын төлеуіңіз керек», дейді. Мұғалім сәл ойланып, жымиып: «Иә, мен де сізге келмек едім. Айтайын дегенім, суды өзіңіз алып кетіңіз, әйтпесе, ертеңнен бастап менің құдығымда суды сақтағаныңыз үшін ақы төлеуге тура келеді», дейді. Заңгер бұл сөзді естігенде ашуланып: «Ой, мен тек қалжыңдағам», дейді. Мұғалім күліп: «Ал мен шын айттым», деп жауап береді. Сосын сөзін былай жалғайды: «Есіңде болсын, мен мұғаліммін. Мұғалімдер сен сияқты адамдарға сабақ беріп, заңгер еткен. Демек, сен әлі де мұғалімнің алдында баладайсың, және әлі де көп нәрсе үйренуің керек. Мұғалімдерге мың алғыс».